Мақпал Жүнісоваға қатысты тағы бір пікір. Ішінде жатқан сұмдық пен сұмдығы бар. Желіде мас күйінде видео жариялаған Мақпал Жүнісованы сынап жатқандар да, қолдап жатқандар да бар. Танымал блогер Серік Хасенов әлеуметтік желіде әншінің әрекетіне қатысты пікір білдірді. Мақпал Жүнісованы сөккендерге таңғаламын. Мақпал сияқты бола алмаған үшін өмірге өкпелі адамдардың әрекеті сияқты сезіледі өзіме. Мақпал Жүнісованы әнші емес дегендердің құлағы керең, не талғамдарында проблема бар. Мақпал ханымның өжеттілігіне ризамын өзім. Өмірдің небір қиянаты мен қыспағына шыдап келе жатыр. Өмірі өз аузымен айта алмайтын, ішінде өліп бара жатқан сұмдық пен сұмдығы бар. Өсек пен жала кімді болсын қажытады. Жүрегі нәзік әйел затына ол тіпті ауыр деп жатады деп жазды ол. Мақпал Жүнісованы жақтайтынын білдіріп. Блогер Заманбек Нұрқаділов туралы да сөз қозғады. Күйеуіңді атып кетіп, өлімін сенен көреді. Өнер жолындағы есіктер тарс жабылады. Сұлу, өнерлі, қылықты әйелдің 40-та жесір қалу қасіретін айтуда қиын. Басқан ізің аңдулы, бір ағат адым жасасаң, бүкіл халық назарындасың. Мақпал ханымның қызық пен қасіретке толы тағдырының бізге мәлім сырларының өзі адамды мұңайтпай қоймайды. Бізге беймәлім сырлары қаншама, айта алатыны бар, айта алмайтыны бар. Бір адамның осынша жүкті арқалап алып, тағдыр жолында мойынсұнбай арпалысып келе жатқанын басыңды қалай ғана емесің, деді блогер жазбасында. Серік Хасенов адамның ішіп-ішпеуі өз еркі екенін, халық өнер иесіне өнер үшін ғана бағалануы керек деп басып айтты. Ішіпті дейді, неге ішпеу керек? Өз еркі ғой. Мақпал ханым, ішсе түсініңіз. Сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Шеріңіз тарқасын. Өжет, қайсар мінезі, нәзік қылықты Мақпал ханым, сіздің ғұмыр үлкен майда. Содан адамдық қалыбыңызды бұзбай ұстап келе жатқан ерлігіңіздің лайықты бағасы бір күні берілер. Өнеріңіздің де өзіңіздің де алдыңызда басымды идім деп жазды ол.